Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қытырлақ донер жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тауық етін дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұзыншалап жіңішкелеп кесіп аламыз. Оның үстіне тұз саламыз, қара бұрыш, паприка, сұйық май құямыз және кетчупты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң қызып тұрған майда жақсылап қызартып қуырып, пісіріп алатын боламыз. Енді донерімізге екі түрлі соус жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші кетчупымызды салып, одан кейін соус свит чилиді құямыз және қызанағымызды осылай үккіштен өткізіп аламыз. Екінші соусымызға майонез саламыз, одан соң 20% қаймақ саламыз, аз көк саламыз, үккіштен өткізілген сарымсақ және бір шай қасықтай яблочный уксус құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді донеріміздің салмасын жасайтын боламыз. Қиярымызды ұзыншалап жіңішкелеп кесіп аламыз. Одан кейін қызанақ пен айсберг капустамызды да ұзыншалап кесіп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Ендігі кезекте донерімізді жасайтын боламыз. Ол үшін лавашымызға ақ соусты жағып, одан кейін тауық етін саламыз, қиярымызды, қызанағымызды және айсберг капустасын салып шығамыз. Одан кейін мен осылай чипсы салып шықтым. Чипсымен дәмі одан сайын дәмдірек болып шығады. Ең соңынан екінші жасаған қызыл соусымызды құямыз. Барлығын жақсылап орап шығамыз. Одан соң осылай қызып тұрған гриль табада май құймай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Міне достар, донеріміз дайын. Сондай дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.